Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылымда дәрігер Мороның аралы фильмінің шоуын баяндайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, бізбен бірге болыңыз. Самое ужасающее зрелище, которое я когда-либо видел. Иванова теңізі үстіндегі ұшақ апатынан кейін 3 адам аман қалды. Олардың арасында бір-бірімен қатаң күрес өтті. Біреуі пышақ қолданып, жанындағысымен бірге суға түсіп кетеді. Біреуін акула жеп мерт болады. Екіншісін киноның басты рөліндегі адам падишахтың көмегімен ұрып басқа әлемге жібереді. Осылайша Эдвард Дуглас қайықта мүлдем жалғыз қалады. Браконьерлер оның өлуіне жол бермеді. Эдвардтың емін доктор Монгомери алды. Кемеде радио жоқ, дәрігер зардап шегушіні Тимор аралына тастауына уәде береді. Бірақ оған дейін олар бір шағын жұмақ аралында тоқтау жасайды. Ал Дуглас жоспарлардың өзгергенін біліп, оған да жұмақ аралына қону керек болды. Монгомери әкелген қояндарды торға орналастырды. Ал оның жаңа танысы оның бала кезінде қоян болғанын есіне алады. Ал одан кейін суық қанды малдың мойнын бұрап сындырып кетеді. Біреулер бұталардың артынан оларды бақылап отырады. Ер адамдар базаға келді. Дәрігер Дугласқа тек негізгі ғимараттың төңірегінде ғана қозғалуды ескертеді. Сол жерде ол белгілі бір доктор Мораға берілген Нобель медалін табады. Ал көшеде Дуглас үнді биін билеп жүрген қызды байқайды. Ол қыздың есімі Айса. Бірақ биші алыстағы аралдағы жаңа адамнан қорқады. Бірақ кейін ол ағылшындарға қызығушылық танытып, оның әдемі қолдарын мадақтай бастады. Монгомериді көріп, қыз қорқып қашып кетеді. Дуглас тегі Моро деген ғалымды еске алады. Осыдан 17 жыл бұрын ол жоғалып кетті. Көп кешікпей ол өлді деп есептеді. Бірақ дәрігер осы уақыттың бәрінде жұмыс істепті. Ол жануарларды зерттеумен айналысады. Монгомери талантты нейрохирург болып табылады. Ол ағылшынды өз бөлмесіне әкеліп, сыртынан құлпылап тастаған. Зачем вы заперли дверь? Для вашего же блага. Түнде ол есікті ашып, бөлмеден шығып кетеді. Кейбір жануардың дауысын естіп, ол көптеген толтырылған жасушалары бар зертханаларға келеді. Онда операция енді ғана орындалды. Түсініксіз көрінетін эмбриондарды байқап, жануарға ұқсас әйелді бір құбыжықта туып жатқанын көреді. Дуглас шошынып қашуға бел буады. Орман арасынан ол Айсаны кезіктіреді. Қыз оған аралдан шығуға көмектесуге уәде берді. Бірақ сонымен бірге әкесіне зиян келтірмеуі керек. Олар жағаға жетті. Бірақ оларды көлікпен жануар тектес адамдар іздеп жүргенін көреді. Сарқырамада олар қоянды жеп жатқан барыс адамын кезіктірді. Олар қашып құтылған соң бабуинмен адам тектес құбыжық таяқшамен шабуылға түседі. Ол ағылшынды қабылдайды, себебі оның қолында 5 саусағы болды. Бабуин есімі Симон. Қыз одан аралдан шығу көмегін сұрайды. Металл сынықтары мен химиялық қалдықтар арасынан аңдар өздеріне қоныстар ұйымдастырған. Дуглас жануарлардың иісінен жеркенеді. Доктор Мороның өзі де елді мекенге бірнеше маса торлармен жасырынып келеді. Ол күн көзіне аллергиясы болғандықтан беті ақ макияжға боялған. Қарулы Монгомери Дугласты тауып алады. Ғалым оны босатып, қорықпас үшін қолына мылтық беруге бұйрық береді. Дуглас мылтықты Мароға көздейді, бірақ Айса оны өз денесімен қорғап тұрады. Ғалым Дуглас қорықпау үшін пульттегі түймені басады. Құбыжықтар жерге аунап, ауырсына бастайды. Дуглас олардың азаптауын тоқтатуды сұрап, кері қайтуға келісті. Үйде ғалымның басын біраз қызыл құбыжық сүртеді. Доктор Мороның балалары деп аталатындар өздерін қатпар будан ит Азазело ретінде таныстырды. Доктор Моро бұл бүкіл адам генмен инъекцияланған жануарларды білдіреді деп түсіндіреді. Олардың барлығы оны әкесі деп атайды. Дуглас мұны зерттеу емес, шайтанизмнің қандай да бір түрі деп есептейді. Кешкі ас алдында дәрігер өзінің мажайымен концерт ұйымдастырады. Оның тіпті өзінің шағын фортепианосы да бар. Ол дәл ғалым сияқты киініп алған. Будан көркемдік оқумен көңілдерін көтереді. Азазело болса дастархан жасайды. Доктор Моро тәжірибелер арқылы адам түрін жақсартудың жолын іздеуге 17 жыл қалай жұмсағаны туралы әңгімелейді. Ол зұлымдық істемейтінін, жаратылыс шығаруға ұмтылатынын айтады. Монгомеридің өтініші бойынша үстел үстіне қоян еті әкелінді. Бұл Мароны ашуландырды. Ал Айса орманда ламайдың тағы бір қоянда жасырып жеп жатқанын көргенін мойындайды. Моро ертең сот процесі болатынын жариялады. Түнде ағылшын қайтадан қашқысы келді. Бірақ ол қайықтан гуманоид егеу құйрықтары шығып кетуге жол бермейді. Сынақ уақыты келді. Моро өшпенділіктің кесірінен немесе көңілділік үшін ешкім өлтірмеуі тиіс екенін еске салады. Өлтіруге тыйым салынады. Яғни бұл заң. Бірақ заң бұзылды. Бәрі ламайдан алшақтайды.
ал ол әкесіне шабуыл жасамақшы болды, бірақ пульт оған қашуға көмектесті. Маро оны кешіреді, бірақ мутант Азазель тапаншамен басына оқ жаудырады. Ол Мароның жоспарын түсінбеді, ал Монгомери оған қару беріпті. Осының бәрі ғалымды ашуландырып, ол өлген денесін өртеуді бұйырады. Денесі күйіп, Азазел қуырылған еттің иісінен рахат алады. Дуглас сыртқы әлеммен байланысуға тырысады, бірақ босқа күш салады. Гиена атты мутант өзінің досының қалдықтарының үстінен лажсызданып, олардың арасынан бәріне зақым келтіретін чипті табады. Ол өзінен чипті іздеп, соны жұлып алып тастайды. Монгомери жануарларға олардың ілгерілеруіне кедергі келтіретін жоспарлы инъекциялар береді. Тек Гиена ғана процедурадан бас тартып, қанды чипті көрсетеді. Аң аулаудың басталғанын Монгомери жариялайды. Оған Азазель өте қуанышты. Будан Дугласқа рациямен көмектескісі келді, бірақ оны Монгомери бүлдіріп үлгерді. Ол ағылшынға Айсаның да адам еместігін айтады. Ол бұрын мысық болған, сондай-ақ үнемі инъекцияны қажет етеді. Доктор Моро Айсадан оның шөмішіне біраз мұз құйып, оған массаж жасауды өтінеді. Қызды денесіндегі өзгерістер алаңдатады. Оның тістері мен құлағы өсіп келеді, бірақ ол қарапайым адам болғысы келеді. Бірнеше мутанттар Гиенаға тәкаппар етіп, онымен бірге топтастыру үшін қоянның етін әкеледі. Олар негізгі ғимаратты сындырып ішіне кіреді. Маро балаларына печенье ұсынады және оларға фортепиано ойнайды. Гиена және олардың барлығы кім екенін сұрайды. Маро бастарын ақымақ етіп, уақыт ұзартуға тырысады, ал Мажай пультті тез тауып әкесіне тапсырады. Гиена, егер ауырсыну болмаса, онда заң жоқ деген қорытындыға келеді. Ғалым түймені басады, бірақ бірде-бір мутант тіпті жылқынбайды. Олардың барлығы чиптерден құтылыпты. Жыртқыштар Мороға шабуыл жасап, оның денесін бөліп тастайды. Дуглас оларға тапаншадан оқ атып, қаштырып жібереді. Гиена өзімен бірге пультті алып кетеді. Жақындары ғалымның денесін өртейді. Ал Айса болса, өлтірілген әкесі үшін және оның денесі ілгеріліп бара жатқандықтан жылайды. Ол Дугластан сары су алуға көмектесуін сұрайды, бірақ зертханалары толығымен бұзылған. Монгомери киімін ауыстырып, Моро болуды көздеді. Ағылшын оны ұрып-соғып сары су беруді талап етеді. Ал ол болса барлық қорларда жойғанын мойындайды. Мутанттарға Азазель келіп дебютке шақырады. Ол тапаншасы туралы мақтанады, бірақ Гиенаның пульті болады. Содан кейін Азазел өзгеріп, оларға қаруды қайдан көбірек табу керектігін көрсетуді ұсынады. Бұл жағдайда ол бандыға қабылданады. Кеме өртенеді. Енді аралдан ешкім шыға алмайды. Жергілікті король рөлін Монгомери өз мойнына алды. Ол аңдарға есірткіні шашады. Сонымен қатар Дуглас зертханада ізденісін жалғастырып, өз ісін табады. Ол басынан бастап тәжірибелерді қолданыла бастапты. Азазел Монгомериді өлтіреді. Басшы атыс қаруын меңгеріп бастайды. Қыз жануарларды тордан босатады. Мутанттар негізгі ғимараттарды жойып, арсеналды табады. Дуглас пен Айса Монгомеридің мәйітін табады. Ал Азазел оларды тауып алады. Құбыжықтар барлық жақтан адамдарға шабуылдайды. Айса мысыққа айлана бастай тойтарыс береді. Бірақ адам ит мысықты ұстайды да мойнынан арқанға асып қояды. Бұдан кітаптың басты құндылығын сақтайды. Гиена енді өзінің заң деп есептейді. Оған Азазел Дугласты әкеледі, бірақ Гиена кеудесіне оқ жаудырып, Азазелоны өлтіреді. Енді ол Дугласқа басқалардың бәріне өзін жаңа басшы деп пультті басып жібереді. Жиналған жұрт бірден құлап кетті. Қолдарында автоматтары бар құбыжықтар кейбіреулерін атып өлтіреді. Дуглас бүкіл банда бірінші әкесінің денесін жегенін айтады. Сондықтан олардан қайсысы жаңа әке екені белгісіз, және оларды тек біреуі ғана болуы тиіс дейді. Гиена қасында құбыжықтарға оқ ата бастайды. Өзі де жараланады. Дуглас автоматты қағып алып үлгереді, бірақ Гиенаға ол оқ атқан мутанттардың қолынан шабуылға ұшырайды. Қалай болғанда да ол әкесінің үйіне кіріп, тірі жануға шешім қабылдайды. Біраз уақыттан кейін Дуглас керек жарақтар жинап кетуге дайындалады. Эдвард Дуглас бүкіл әлемге осы ғажайып аралдың тарихын және оның орналасқан жерін ешкімге ашпауы уәде етеді. Осымен фильм аяқталды достар. Фильм ұнаса лайк басып, комментарийге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ал келесі шығарылымдарды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Киношолу арнасы келесіде кездескенше.